Сәлем достар, өзіме қатты ұнаған творожный пирогтың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп кетіңіз. Бізге қажетті заттар: 4 жұмыртқа, разрыхитель, ванилин, 1,5 қасық манный каша, 100 грамм сары май, 350 грамм сүзбе, мұздатылған жеміс, ұн, құмшекер қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны, қантымызды салып араластырамыз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне ұн, разрыхитель, ванилин қосып, қолға жабыспайтындай қамыр жасаймыз. Табаға майымызды жағып, дайын қамырымызды видеодағыдай етіп жаямыз. Жан-жағын тегістеп шығамыз. Ортасын вилкамен тесіп шығамыз. Содан кейін начинкамызды дайындаймыз. Ең алдымен сүзбемізді, манный кашамызды 1,5 қасық ас қасықпен, 2 жұмыртқамызды, қантымызды салып жақсылап араластырып, блендермен езіп аламыз. Дайын болған начинкамызды қамырымыздың үстіне құямыз. Үстіне мұздатылған жемісімізді саламыз. Дайын болған қамырымызды 150 градуста пісіреміз. Егер 180 градуста пісірсеңіздер, ол тез пісіп кетеді. Сондықтан 150 градуста пісіріп аламыз. Сүзбелі пирогымыз дайын. Егер сіздерге рецепт қажет болса, мен описанияда қалдырамын. Видео пайдалы болса, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Ардақ.